Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бір бауырымыз қаздар туралы видео түсірген болатын. Қаздың минусы қандай, плюсы қандай деп. Қазда минусы да бар, плюсы де бар. Оны айта берсек өте көп. Мен сіздерге енді бір-екі жақтарын айта берейін. Қаздар қыста төзгіш болып келеді. Қатты суықтарды тауыққа қарағанда, индоутке қарағанда жақсы көтереді. Бұлардың астына салған жұмыртқаны шертпей шығарады. Бір жақсы. Енді бұлардың астына салған жұмыртқа бұлар енді адамның асырағанына байланысты. Шыны керек, тауықты да, қазы да, индоуткінің барлығын адамның асырағанына байланысты жұмыртқа туады. Жақсы өседі, жақсы дамиды деген сияқты ғой. Әр адамның асырағанына байланысты болады. Қай жағын қайсысын бақсаң да барлығы. Құс қылам дейтін болсаң, адамға да байланысты, оны дейтін қарауына байланысты. Бұны айтады ғой, малы бағатын адамға малдай адам керек деп, сол сияқты құс қарайтын адамға да құстай адам керек деп айтуға. Қаздың енді пайдасы өте көп. Қазды мысалы қыста адамдар күзде, көктемде алады, асырайды, балапан кезден күзге дейін. Күзде уже бір қыс түседі, бір қар түскенде бір сойып тастайды. Еті де пайдалы болады. Мысалы, мен өткенде интернеттен оқып отырып, қаздың майын сатады екен адамдар. Адамның үстіне жаға ма, сондай бірдемесі бар. Емдік қасиеті бар деп айтады. Мен оны өзім шыны керек қолданып көрмедім. Сол себепті мен сіздерге былай алып істеп көріңіздер деп айта алмаймын. Интернеттен көргенім. Қаздың жүнінің өзі сұранысқа ие деп айтылады. Бір жақтарға. Біздер Қазақстанда көтерілу өте қиындау. Бірдеме асырасаң сату кішкене қиындау келеді. Бір-бірінің аяқтарынан шалып, көре алмаушылық дейтін өте көп біздің Қазақстанда. Сол себепті бұларды алып, мысалы жүннің өзін шетелдіктерге сатуға болады, басқа мемлекеттерге. Жұмыртқаның өзін қазір біздің Қазақстанда Россиядан алдыртып отыр. Қазақтардікі шамалы, өзіміз жаман үйреніп қалған уже. Мысалы қазды алып, асырап, жұмыртқасын сататын болсаңыз, уже оған жарнама, жақсы жарнама керек. Мысалы, көп бизнесмендер, тауық асырайтындар басқа мемлекеттен алып отыртып жатыр. Өйткені ояқтың келген жұмыртқада аплод өте керемет деп айтады. Мен бір-екі балапан сататындарын сұраған болатын. Қаздың балапанын, жұмыртқасын қаяқтан аласыздар дегенде маған айтқан, біздер шетелден аламыз ғой деп. Сосын мен тұрып айттым, біздің Қазақстанда да бар ғой, манағыдай қаз асырайтын жігіттер бар, группасы бар. Солардан неге арзанға жұмыртқа алмадыңыз? Аплодтар жақсы болады ғой. Еше аплод манағыдай болмаған жағдайда сізге жұмыртқаның жарты ақшасын қайтарып береді деген сияқты әңгіме айтқан болатын. Анау ондай көп кездеспейді ғой деген сияқты әңгіме айтты. Солай енді біздерде Қазақстанда бірдеме айналысатын болсаң, аяқтан шалу дейтін өте көп. Көре алмаушылық дейтін қасиет бар ғой енді. Соның барлығын жойса, қай құсты да асыруға болады. Айта кететін жағдай, қаздың өте керемет. Енді қазды былай мақтаймын, оны енді айту өзің. Әркім асырап көріңіздер болды. Басқа ештеңе айта алмаймын. Асырап қараңыздар, балапан кезден алып асырап қараңыздар, үлкен кезден асырап қараңыздар. Мен енді осы екі қазды алып қалатын шығармын деп отырмын. Осы индоуткілер қалады, екі қаз қалады. Индоуткі балапанда жатыр. Беріп соғыда шығатын болады. Енді қояндарым сатуға шығарып қойдым. Соятын адам әлі вақтыда. Мен өзімде қолым тимей жүр. Бұйыртса ертең жаңғалаға шығатын болам. Жаңғала деп бұңға Жәнібекке. Жәнібектен, Казталовкіден адамдар болса, комментария жазып кетіңіздер. Бір бауырымыз жазған екен, Қырғызстанға сәлем жолдас деп. Қырғызстанға, Өзбекстанға, орыстарға, бүкіл мемлекетке сәлем жолдаймыз. Сіздерге көп рахмет біздің каналды қарап жүргендеріңізге. Солай айтайын дегенім. Әзірге видео болса, қай жағынан да біреулер айтады ғой, менің тауығым тумайды, ойбай, мұндай деп. Әр нәрсенің өзінің қараған адамына байланысты.
мысалы адам мал бағатын адамға айтады малдай адам керек деп, құс бағатын адамға да құстай адам керек. Оған жем бәрін салып кете берсең, ол конечно, ол дейді тауыққа, қазға, индаутке как положено витаминін беріп, мысалы жемін беріп, күнделікті жайып отырсаң, ол да саған жұмыртқа жақсы беретін болады. Балапан жақсы саған шығарып береді, еңбегіңді ақтайды. Сол себепті асырап көріңіздер. Басқа ештеңе айта алмаймын. Келесі видео енді ұзақ түсірілмейтін бат, енді былай манағыдай сөйлемей видео салып отыратын болам. Ала бұйыртса келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.